Камал Әлпейсова. Телефонмен тәрбиелеу. Күндегі әдеті осы. Сағат 10-нан аса бере Камила үйіне телефон соғып, кішкентай қызын оятады. Нөмірді терген соң, телефон тұтқасын құлағына тосып, біраз ұстап тұрады. Сірә ар жақтан жуық арада ешкім көтермейді-ау деймін. Тыңдағандай болып, бар зейінін телефон тұтқасына аударып, ұзақ күтеді. Бір кезде жүзі жылып, тұрдың ба, қошақаным сол дейді. Беті қолыңды жуып, шайыңды іше ғой. Мен саған мәйсөк жасап кеттім. Соңғы сөздерін ерекше мән бере айтады. Жарайды, бара ғой күнім, сосын тағы хабарласамын. Содан кейін жайғасып алып, жұмысына кіріседі. Анда-санда алдында жатқан қағазға бір қарап қойып, саусағы компьютердің клавиатурасына жорғалап жүре береді. Сырт қараған адам оны бір материалды компьютерге басып отыр деп ойлауы мүмкін. Алғашында мен де солай ойлағам. Сөйтсем, Камила аудармашы екен. Оқып отырып, ойша аударып, бірден компьютерге тереді. Ара-тұра алдында жатқан 2 томдық қазақша орысша сөздікке қарап қойып, бөлмедегі басқа адамдардың өзара әңгімелеріне, кіріп шыққандарға елең етпестен, бейне бір компьютердің ішіне сүңгіп кеткендей, бір қалыпты сытырлатып басып отырады. Осы жұмыс ырғағын алдындағы телефонның шырылы бұзады. Телефонның тұтқасын көтеріп, құлағына тосқан кезде жүзі жылып сала береді. Әу жаным, сөйлескен кезде ар жақтан айтылып жатқан сөздерді мақұлдағандай, басын изеп отыратыны қызығақ. Алдында телефон аппарат емес, адам отырғандай, бет-жүзі құбылып, біресе күлімсіреп, біресе қабағын кере таңданады. Солай ма? Дұрыс істегенсің. Ақылдым сол. Тағы бір рет тексерсең, тіпті жақсы болар еді. Кеше үйреткенімдей буынға бөліп оқы. Жазғанда қате жіберсең, сонда бірден көрінеді. Енді тағы қандай сабағың қалды? Жарайды. Онда ойнай ғой. Мысығыңа сүт беруді ұмытқан жоқсың ба? Жақсы, қошақаным. Тағы хабарласамын ғой. Камиланың кішкентай қызымен сөйлескендегі дауысы іші бауырыңды елжіретеді. Және айналып толғанғаны қандай. Елден ерекше бір сөздерді тауып алады. Жапырағым сол деді бірде қызына. Көбелегім кішкентай, деді тағы бірде еміреніп. Өзі телефон соққанда қызын әшөнтай, ақпатшам деп айтады. Ұрсу, зеку деген жоқ. Тұла бойына мейірім тұнып тұрғандай дерсің. Ол қызымен сөйлескен кезде сыртынан бақылап отырған адамның өзі рахаттанып қалады. Бірде кішкентайы ауырып, Камила бір апта жұмысқа шықпай қалды. Адам не нәрсеге болсын үйреніп қалады екен-ау. Бөлмемізде сол күндері оның қызына телефон соғып, айналып толғанып отыратын дауысы жетпей тұрды. Содан да болар, ол жұмысқа шыққанда бөлмедегі бәріміз шұрқырасып табыстық. Бұл күні Камила қызына әдеттегі уақытынан кешірек телефон соқты. Айналып толғанғанын естігім келіп, тықыршып отырған мен де құлағымды түре қойдым. Қошақан, тұрдың ба? Жарық дүнием менің. Ол қызына емірене сөйлей беріп, кілт тоқтай қалды. Көзі таңырқай үлкейіп, телефон тұтқасын құлағына қыса түсті. Ар жақтан қызы әлденелерді қуана айтып жатқан болуы керек. Камила күлімсіреп, басын изеп қояды. Міне, көрдің бе? Тоты құсың да сенің тәуір болғаныңа қуанып жатыр. Неше күннен бері үндемей отыр еді, енді сөйлей бастапты. Сен бүгін оған суды өзің құй. Жарай ма әшөнтай? Шайыңды ішіп алған соң екеуің сөйлесіңдер. Үйреткен сөздеріңді ұмытып қалмадым екен өзі? Солай ма? Бұл бір ақылды тотықұс болды ғой. Жарайды, онда құсыңа бара ғой. Мен кейінірек хабарласамын. Телефон тұтқасын қойған соң, Камила маған қарап, тотықұсым оятты деп қуанып жатыр. Мама, тура сіз құсап, әшөнтай, тұра ғой деді. Мен сіздің даусыңыз қарылғып қалған ба десем дейді, деп күлімсіреді. Мысықтарың тиіспей ме? Камила жадырай күліп, басын шайқады. Тиіспейді. Мал иесіне тартады деген ғой. Біздің малымыз тотықұс пен мысығымыз.
Екеуі де балаларыма тартқан сезімтал, мейірімді, ерке. Көңіл күйіңді, ренжіп қуанғаныңды біліп тұрады. Балалармен бір ішкі байланыстары бар сияқты. Мына тотығысты балапан кезінен алғанбыз. Сөйлеуді де балалардың өздері үйретті. Бұрын оншақты сөз айтатын еді. Кішкентай қызым ауырғалы бері үндемей қойды. Мен оны да ауырып қалдым екен деп алаңдап жүредім. Жақсы болды. Кішкентай кезінде үй хайуандарын, мысық, күшік, немесе түрлі тіршілік иелерін, тотығыс, кірпі, тасбақа асыраған балалардың есейген кезде жүрегі жылы, мейірімді азамат болып шығатыны туралы пікірлерді бәріміз де естігенбіз. Меніңше, мұндай балалар әу бастан өздері мейірімге шомылып өскендіктен, айналасындағы өзінен әлсіз, әлжуаз тіршілік иелерін мейірімге бөлегісі келетін болар деп ойладым. Кәмиланың балаларының түрлі хайуандарға үйірсектігін естіген соң. Қатыгез адам қайдан шығады деп таңырқап жатамыз. Ата-ана мейіріміне қанбаған балалардан да шығуы мүмкін ау. Айтуға оңай ау. Бірақ мына қарбалас заманда ата-ана мен баланың қатынасы да асығыстыққа құрылып барама қайдам. Анасының бірнеше күн қасында болғанына үйреніп қалған ау деймін. Кішкентай қыз сол күні телефонға маза бермеді. Бөлме тыныштығын телефон шырылы 4-ші ме, 5-ші ме рет бұзғанда, менің қызым телефон терроршысы болып кеткен бе өзі, деп Кәмила бізден ыңғайсызданып қалды. Терроршы емес, телефонның еркесі ғой, деді ішіміздегі ақсақал ағамыз Мырзекең, оның ыңғайсызданғанын жуып шайып. Кәмила Мырзекеңе ризашылықпен қарап, басын иіп қойды. Іле-шала телефон тағы да шыр ете қалғанда, бәріміз ду күлдік. Кәмила қосыла күлді. Әу жаным. Кәмила күлгенін қойып, кібіртіктеп қалды. Үйге барған соң айтып берейін де, Қошақан. Басың ауырып тұр ма? Ыстық дейсің бе? Жарайды онда. Мен мұндағы аға апалардан сұрап көрейін. Қазір. Кәмила телефон тұтқасын құлағынан алып бізге қарады. Ертегі айтып бер деп қыңқылдап тұр. Басым ауырып тұр дейді. Еркелігі ғой, тәуір болған соң қояды. 5-10 минут үзіліс жасап, сіздерде ертегі тыңдасаңыздар қайтеді. Тыңдайық, деді Мырзекең, бәріміз үшін жауап беріп. Біз ертегі тыңдамағалы не заман? Рахмет. Сәл ойланып барып, Кәмила телефон тұтқасын қысып ұстап, көзін алыс бір нүктеге қадап, ертегісін бастап кетті. Сонау солтүстікте, қат-қабат мұздың астында, зілдің баласы сан жылдар бойы ұйықтап жатыпты. Бір күні аспаннан ағыл-тегіл шуақ төгіліп, күн сәулесі тоң боп қатқан мұзды ерітіп, ыстық лебімен аймалап, ұйқыда жатқан зіл баласын оятыпты. Мама, деп шақырыпты ол ояна салып. Бірақ оған ешкім жауап бермепті. Мама, депті зіл баласы жыламсырап. Тағы да тіл қатқан ешкім болмапты. Сонда ғана жаһан дүниеде жалғыз қалғанын түсінген зіл баласы қорыққанынан жылап қоя беріпті. Әрі-бері жүгіріп, даусы қарлығып шықпай қалғанша, анасын қайта-қайта шақырып, әбден шаршайды. Бір жағы қорыққанынан, бір жағы тоңғанынан қалтырап, дірілдеп, мұз үстінде жалғыз өзі зар елеп жылап ұзақ жүреді. Өзегі талып, қарны ашады. Аяқтарынан әл кетеді. Жан жағына қараса шалқыған су, су үстінде қалқыған мұз таулар. Ақыл айтар, жөн сілтер ешкім көзіне ілінбейді. Әбден қиналған кезде Алла тағала ой салып, анасыз күн көре алмайтынын түсінген зіл баласы көзінен моншақ-моншақ жасы төгіліп, анасын іздеуге аттаныпты. Біз ертегі тыңдамағалы не заман деп Мырзекең айтқандай, ертегідегі оқиғаның өрілуіне қарай Кәмиланың мың құбылған дауысын тыңдап отырып, мынадай айтылған ертегіні ешқашан тыңдамағанымды ойладым. Өзім де балаларыма ертегі айтып көрмеппін. Бұл жағынан келгенде, бұлайша ертегі айтатын анасы бар мына телефон еркесінің
аузының салымы бар екен. Балаларыңызға ылғи ертегі айтасыз ба? Деп сұрады. Кәмила ертегісін айтып болып, жұмысына кіре бергенде Шалқар ағамыз тура менің ойымды біліп қойғандай: ылғи айтамын. Оныңыз жақсы екен. Ертегі айтқан дұрыс қой. Көп ертегі білесің бе? Деп Мырзекең қулана сұрақ қойды. Біраз білемін. Онда бізге де айтып беріп отырсаңшы. Бәріміз ду күлдік. Кәмиланың ән айтатын тәп-тәуір дауысы бар екенінде ерке қыздың арқасында білдім. Әдеттегідей түскі астан кейін сәл сейілдеп, ішке кірсек, телефоны безілдеп жатыр екен. Ол: «Әу Әшөнтай», деп қызын әдетінше айналып толғанып сөйлесе бастады. Бір кезде жаңа ғана жарқын-жарқын шығып тұрған даусын бәсеңдетіп, қызын алдарқата сөйлеп үгіттей бастады. Әлденеге келіссөз жүргізіп жатқан сияқты. Бірақ көндіре алмады-ау деймін. Маған қарап ыңғайсыздана жымиып: «Өткен сабақта әнұранды үйреткен екен. Соның әнін ұмытып қалдым. Мектепке барған соң апай сұрайды. Бірге айтайық деп отырғаным мына тентектің», деді. «Ал сен білесің бе?» «Білемін. Екеуміз бірге жаттадық қой». «Білсең айтып бер. Баланың меселін қайтармау керек. Оның үстіне жасыратыны жоқ. Қазіргі әнұранды бала түгіл үлкендердің жаттауы оңай емес екен». «Әлде қартайдым ба, білмеймін». «Онда, тәте, сіз есікті қарай тұрыңызшы. Біреу-міреу келіп қалса ұят болар. Мен қызымның есіне сала қояйын». Есіктің сыртында тұрғанымда басқа қызметкерлер де келді. Ерке қыздың талабымен Кәмиланың әнұран айтып жатқанын естіген соң, бәрі де есік алдында іркіле тұрды. Еліміздің құдіретті әнұранын: «Жаралған намыстан қаһарман халықпыз, азаттық жолында жалындап жаныппыз» деп телефонға емес, үлкен жиналыстағыдай салтанатты дауыспен айтып жатқан Кәмиланы бәріміз үнсіз тыңдап тұрдық. 3 шумағын да айтып шықты, деді Мырзекең. Біз бір-бірімізге қойғымыз келген сұрақты қоймаған қалпы топырлап ішке кірдік. Бір қызығы, Кәмиланың үлкен балалары телефон соғып, анасын тым көп мазаламайтын. «Біздің лимитімізді Әшөнтай жеп қойған», дейтін көрінеді олар әзілдеп. Үлкен екеуі мына кішкентайды қатты еркелетеді. Ауыздарындағыны жырып, осыған беріп отырады. «Сондай мейірімді құлындарым», дейді Кәмила еміреніп. Балалары өзі айтқандай мейірімді ғана емес, тәрбиелі, өнерлі деп отыратын бөлімдегілер. Оған көп ұзамай өзімнің де көзім жетті. Наурыз мейрамы мекемемізде кеңінен атап өтіліп, бөлімдер арасында өнер сайысы болатыны жарияланғантын. Біздің қиналған жеріміз осы болды. Жұмыста, отбасында атқаратын тірліктің қай-қайсысында дөңгелетіп әкететін болғанымызбен, ешқайсымыздың да сахнаға шығып қоятын өнеріміз жоқ екен. Бір-бірімізді біраз үгіттеп, қажағаннан кейін бәріміз Кәмилаға қолқа салдық. «Намысты қолдан бермеу керек. Басқа бөлімдерден қалып қойсақ ұятты. Жассың ғой, бір амалын тап. Мен балаларыммен сөйлесіп көрейін. Мамасы істейтін бөлімнің намысын қорғауға келісетін шығар», деді ол. Айтқандай-ақ, Наурыз мейрамы кезінде Кәмиланың балалары қаздай тізіліп келіп, біздің бөлімнің атынан өнер көрсетті. 9 құмалақтан өткізілген жарыста ұлы алдына жан салмай, бас жүлдені жеңіп алса, қыздары өнер сайысында ерекшеленді. Үлкені домбыра тартып, ән айтады екен. Мамасы телефонмен тәрбиелеп жүрген кішкентай қызбен танысудың сәті де сол сайыс кезінде түсті. Сахнада домбырасымен сүйемелдеп, «Әсем әнім дала кезіп барады, әгугай, әгугай, гагагай» деп үзілдіріп ән салып тұрған тәтесін күтіп тұрған балақайдың қасына келіп: «Сен Әшөнтайсың ба?» деп сұрадым. Ол маған таңдана қарап, басын изеді. Сосын салмақты үнмен: «Менің атым Ақерке, Әшөнтай деп мамам айтады», деді. «А, солай ма? Ал бүгін сен бізге қандай өнер көрсетесің?» «Мен шығыс биін билеймін». «Жақсы екен. Ал билеуді саған кім үйретті?» «Әуелі мамам үйреткен. Сосын мектепке барған соң оқушылар сарайындағы үйірмеге қатысатын болдым.
Қойылған сұраққа үлкен кісілерше нақ-нақ жауап береді екен. Кішкентай баланың тілін қызықтап тағы бірдеңелер сұрағым келген. Бірақ оның өнер көрсететін кезегі келіп, телефонның еркесі құйқылжыған шығыс әуеніне мың бұрала билеп кете барды. Балаларың қандай сүйкімді деймін сол жерде тұрған Камиляға. Өнерлерін көріп, айдаладағы мен мәзбін. Сенің жүрегің қалай жарылып кетпей тұр? Еш арманың жоқ шығар. Арманым көп, тәте, деді Камиля, жанары жарқырап. Осыларда аман есен өсірсем, көптің бір емес, қатарының алды болса, ой таластырса ойы озық, өнер таластырса өнері үстем болса, мен оларға халқымызда жас болсаң жанған от бол, от болмасаң жоқ бол деген сөз бар, деп үнемі намыстарын қайрап отырамын. Арқа сүйер адамың, қалта толы қаражатың болуы керек деген ұғым қалыптасқан мына заманда терең біліміңе, адал еңбегіңе сүйеніп, талай биікті бағындыруға болатынына көздерін жеткізгім келеді. Ал шынымды айтсам, тәте, мен үйде отырып, осыларды оқуларына өзім шығарып салып, айналып толғанып, өзім күтіп алуды армандаймын. Сонда мен сіздердің уақыттарыңызды алып, қазіргідей телефонмен ертегі айтып отырмас едім, деп жымиды. Бірақ амал не? Соңғы сөздерді артық айтқанымды сонда ғана білдім. Әңгіме 1995 жылы жазылды.